Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз тотығу-тотықсыздану реакциялары. Сабағымыздың мақсаты тотығу-тотықсыздану реакцияларын тотығу дәрежесі өзгере жүретін реакциялар ретінде түсіну. Тотығу процесін электронды беру, ал тотықсыздану электронды қосып алу деп түсіну. Тотығу-тотықсыздану реакциялары дегеніміз элемент атомдарының тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакцияларды айтамыз. Электронды беру процесі тотығу, ал қосып алу процесі тотықсыздану деп аталады. Осы реакцияларда электронды қосып алатын атомдар немесе иондар тотықтырғыш, ал беретіндері тотықсыздандырғыш болады. Оттек, күкірт және фтор атомдары электрондар қосып алады, яғни өздері тотықсызданады және тотықтырғыш болып табылады. Тотығу дәрежесі плюс немесе минус белгілерімен көрсетеді. Кез келген күрделі қосылыстарда әрбір атомға белгілі бір тотығу дәрежесі сәйкес келеді. Мысалы, H фторда сутектің тотығу дәрежесі плюс 1, ал фтордікі минус 1. Тотығу-тотықсыздану реакциялары екі реакциядан, тотығу және тотықсыздану үрдісінен тұрады. Тотығу атом немесе ионның электрон беруі. Натрий 0-ден 1 электронды беріп жіберіп, натрий плюсті көрсетеді. Тотықсыздану атом немесе ионның электрон қосып алу. Күкірт 0-ден 2 электронды қосып алып, күкірт минус 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Тотықтырғыш электрон алушы атом немесе ион, ал тотықсыздандырғыш электрон беруші атом немесе ион. Негізгі ұғымдарға анықтама беру. Бірінші, тотығу дегеніміз атомдардың, молекулалардың немесе иондардың электрондарды беру үрдісі. Екінші, тотықсыздану дегеніміз молекулалардың, атомдардың немесе иондардың электронды қосып алу процесі. Үшінші, электрондарын беретін атомдар, молекулалар және иондар тотықсыздандырғыш деп аталады. Реакция барысында өзі тотығады. Электрондарын қосып алатын молекулалар, атомдар және иондар тотықтырғыш деп аталады. Және реакция барысында олар тотықсызданады. Тотығу-тотықсыздану реакциясы теңдеуін, теңестіру реті төмендегідей. Бірінші, химиялық реакция теңдеуін жазу. Калий марганец O4 қосу H хлор, кен калий хлор қосу марганец хлор 2, қосу хлор 2, қосу H2O. Екінші, теңдеудің оң және сол бөлігіндегі барлық элементтердің тотығу дәрежелерін тауып, таңбаның үстіне жазу. Реакция барысында тотығу дәрежесі өзгерген элементтердің астын сызу. Электрондық баланс теңдеуін құру. Марганец плюс 7-ден 5 электронды қосып алып, марганец плюс 2, яғни тотықсыздандырғыштан тотықтырғыш қасиет көрсетіп тұр. Ал хлор минус 1-ден 2 электронды беріп жіберіп, хлор 0 дәрежесін көрсетіп тұр. Яғни тотықтырғыш қасиеттен тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Таңдалған теңдеулерді реакция барысында коэффициенттерін қойып, теңестіру керек. Реакцияға дейін және реакциядан кейінгі элементтердің таңбаларын қойып, одан кейін оттек атомдарының санын есептеу арқылы коэффициенттердің дұрыс екендігін тексеру.
Тапсырма. Марганец О2 қосу H хлор тең марганец хлор 2 қосу хлор 2 қосу H2O. Ең алдымен реакцияға дейін және реакциядан кейінгі элементтердің тотығу дәрежелерін үстіне қойып шығыңыз. Өзгерген элементтердің астын сызып, электрондық баланс теңдеуін құрыңыз. Реакция теңдеуін оң және сол жақтағы элементтердің коэффициенттерін қойып теңестіріңіз. Өзіңіз шығарған есептерді осы бойынша тексеріп алыңыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.